Баршаңызға сәлем. Бүгін біз лимонның пайдасы мен зияны туралы әңгімелейміз. Бұл кішкентай, бірақ өте құнды жеміс көптеген адамдардың өмірінде маңызды рөл атқарады. Бірақ лимонның барлық пайдасын біле тұра, оны шамадан тыс қолданудың зиянды тұстары бар екенін де ескеруіміз керек. Лимон көптеген пайдалы қасиеттері бар жеміс. Олардың ішінде ең маңыздысы оның С дәруменінің бай көзі болуы. С дәрумені біздің иммундық жүйемізді нығайтып, ағзамызды вирустар мен бактериялардан қорғайды. Лимонда антиоксиданттық қасиеттері де бар. Олар ағзаны еркін радикалдардан қорғап, жасушалардың қартаюын баяулатады. Егер ас қорыту мәселелері болса, лимон суын таңертең аш қарынға ішу асқазанның жұмысын жақсартады және токсиндерді шығарады. Тері күтімі үшін лимон шырыны тамаша құрал. Ол теріні ағартады, акнеге қарсы көмектеседі және теріні жаңартады. Сонымен қатар, лимон метаболизмді жылдамдатып, салмақты бақылауға көмектеседі. Лимон суы диеталық режимнің ажырамас бөлігі бола алады. Дегенмен, лимонның зиянды жақтары да бар. Оның қышқылдығы өте жоғары. Бұл тістердің эмалін бұзып, тіс сезімталдығын арттыруы мүмкін. Лимон суын ішкенде сабан пайдалану немесе ішкеннен кейін ауызды шаю керек. Лимон шырыны кейбір адамдарда асқазанның қышқылдылығын арттырып, қыжылды күшейтуі мүмкін. Лимонды тікелей теріге қолданғанда, әсіресе күннің астында болғанда, тері тітіркенуі немесе күйік пайда болуы мүмкін. Сондықтан лимон шырынын теріге қолданғанда абай болу керек. Қорыта айтқанда, лимон денсаулыққа өте пайдалы жеміс, бірақ оны пайдалануда шектен шықпау маңызды. Әр нәрсені өз мөлшерімен қолдану арқылы оның пайдалы қасиеттерін барынша пайдалана аласыз. Достар, біздің арнаға жазылып осы видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Комментарийлерде сіздің лимонды қалай қолданатыныңызды бөлісіңіз. Келесі видеоларға дейін сау болыңыздар.